Қайырлы күн, құрметті студенттер. Сіздердің назарларыңызға жас ерекшелік психологиясы пәнінің кезекті дәрісі ұсынамыз. Дәріс тақырыбы психикалық дамудың жас ерекшелік кезеңдерінің теориясы. Тақырыптың негізгі сұрақтары: шетел психологиясында жастық даму кезеңдерінің, Бьюллер, Вернер, Гезель, Термен, Штерн және тағы да басқа ғалымдардың теориялары, кеңес психологиясындағы жастық даму кезеңдері, Зигмунд Фрейдтің жастық даму кезеңдері, Эриксонның тұлғаның жастық даму кезеңдері және психологиялық жаңа құрылымдар. Дамудың қозғаушы күштері адам дамуының үдемелі қозғалысын айқындайтын факторлар, сол қозғалыстың себептері болып табылады. Оны бағыттайды, өз бойында дамудың энергетикалық және қоздырғыш қайнар көздерін ұстайды. Дамудың шарттары: ұдайы әрекет үстіндегі ішкі және сыртқы факторлар. Олар дамудың қозғаушы күштері ретінде әрекет етпеген, дамуға ықпалын тигізді. Оның барысын бағыттайды, динамикасын қалыптастырып, дамудың қайнар көздерін айқындайды. Дамудың бірнеше теориялары бар. Соның ішінде біз Бьюллердің дамудың үш сатысын ұсынған болатын, сол теорияны талқылағымыз келіп отыр. Біріншісі инстинкт, екінші дрессура және интеллект дейді. Инстинкт, яғни қажеттілікті қанағаттандырудың нәтижесінде әрекетті орындап болғаннан кейін жүзеге асуымен сипатталады. Екіншісі дрессура, яғни жаңаны меңгеру деңгейіне қанағаттану, әрекетті орындау үрдісінде ауысады, яғни жүйелі қанағаттану орын алады. Одан кейін интеллект, яғни бұл кезең мінез құлық дамуының негізгі қозғаушы күші болып саналады. Адам осы кезеңде негізінен өзінің әрекетін, мінез құлқын қалыптастыруға мүмкіндік алады екен. Отандық психологтардың айтуынша, жеке тұлға иелену арқылы өзінің жан-жақтылығы негізінде дамиды. Адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуы қоғамдық қатынастардың маңызы зор. Психологияда жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуына әсер ететін сыртқы детерминация мәселесі пайда болды. Выготскийдің теориясына сүйенсек, біз өзгелер арқылы өзімізді қалыптастырамыз дейді. Неліктен барлық ішкі қажеттіліктен жоғары формадағы сыртқы бола алады деген сұраққа барлық жоғары функцияның, психикалық функцияның дамуының сыртқы кезеңі арқылы өту керек дейді. Өйткені функция ең алдымен әлеуметтік болып есептеледі дейді. Бұл Выготскийдің негізгі көзқарасы бойынша. Идентификация жеке индивидтің азаматтық жан-жақты негіздерін иелену механизмі болып табылады. Идентификациялық механизмдер индивидке даму, сыртқы ортамен қарым-қатынасқа түсуге және әлеуметтік жағдайға қарсы тұруға көмектеседі. Психологияда идентификацияны бір адамды басқа адаммен, топпен, үлгімен эмоционалдық және өзгеше өзіндік ұқсату процесі деп қарастырады. Оның идентификацияның екі түрі бар. Интериоризациялық идентификация. Бұл жерде өзін басқадан иелену және сезіндірумен қамтамасыз етеді. Екіншісі экстериоризациялық идентификация. Бұл жерде өзінің сезімін және мотивін басқа тасымалдаумен қамтамасыз етеді. Даму мәселесімен талдау бихевиоризмнің жалпы бағдарымен байланысты. Бұл бағыт эмпирикалық философияда кең тамыр жайған және батыс еліндегі адам туралы түсініктеріне сай келеді. Қоршаған орта одан не жасайды алады деген сұрақтар туындайды. Бұл концепцияны өңдеуге Иван Петрович Павловтың идеялар әсер етті. Шетелдік психологтар Иван Петрович Павловтың қарастыру іс-әрекет тек қана тірілерге ғана тән деген сипатты тұжырым жасайды. Осы Павловтың теориясын негізге ала отырып, соның ішінде шартты рефлекс принципін ұстана отырып, Джон Уотсон өзінің жаңа концепциясын ойлап тапқан. Осы Джон Уотсонның негізгі идеясы Павловтың ас қорыту жүйесі теориясы арқылы ғылыми экспериментті жүргізілген экспериментінен кейін қорытынды ойға келіп, 1913 жылы оны жарыққа шығарады. Зигмунд Фрейд адам психикасының үш деңгейін көрсетті: сана, сана алды және санасыздық.
Оның ғылыми қызығушылығының назарында психиканың санасыздық деңгейі ең алдымен агрессивті құштарлық сияқты организмнің интенсивтік қажеттілігі болды. Фрейд тұлғаның дамуын оған жат, бірақ өте қажет, сыртқы әлеуметтік әлемге индивидтің бейімделу ретінде қарастырды. Фрейд бойынша адам тұлғасы өзіне бір уақытта туындамайтын үш құрылымдық компонентті, ол мен және жоғары мен деген. Психоаналитикалық концепцияның құндылығы оның дамуының динамикалық концепциясы болуында, онда күйзелістің қиын гаммасы, адам өмірінің рухани бірлігі, оның жеке функциясы және элементтеріне сәйкес еместігін көрсетілген. Олар балалық шақтың маңыздылығын, ата-аналардың әсер етуінің зор мәнге ие екендігін және ұзақ уақыттылығын көрсетеді. Негізінен адамның барлық даму кезеңдерінде, жас ерекшеліктерінде де даму кезеңдерінде, балалық кезеңіндегі, отбасындағы қарым-қатынасының маңызды роль атқарады. Американ психологы Эриксон эго-психология бағытының өкілі ретінде таныс. Эриксон индивидтің мен деген ұғымның дамуының ерекше көңіл бөлген. Бұл кейбір маңызды психоаналитикалық кадрларды қайта қарастырды. Яғни бұл жағынан Эриксон Фрейдпен жасалған адамның өзінің әлеуметтік ортасын бейімделуінің маңызы туралы психоаналитикалық ұстанымдарын ұстанды. Тұлғалық сапа және мотивациялық жүйелерден туындайтын сексуалдық және биологиялық негіздерді мойындады. Тұлғаның құрылымдық моделіне сүйенді. Эриксон тұлға дамуындағы психоәлеуметтік сатыларды төмендегідей бөліп көрсетті. Біріншісі нәрестелік кезең, туғаннан бастап алғашқы жылдың аяғына дейінгі уақыт, яғни алғашқы психоәлеуметтік кезең, яғни 1 жасқа дейінгі. Екіншісі ерте балалық шақ, бұл кезең 1 жастан 3 жасқа дейінгі. Одан кейін ойын жасы, бұл ойын жасы деп 3 жастан 6 жасқа дейінгі уақыт аралығын қарастырады Эриксон. Төртінші мектеп жасы, яғни 6 жастан жоғары қарай. Бесіншісі жасөспірімдік шақ. Жасөспірімдік шақ Эриксонның өмірлік цикл схемасымен адамның психоәлеуметтік дамуының ең маңызды кезеңі деп санайды. Бұл яғни 12-13 жас. Алтыншы жастық шақ, яғни психоәлеуметтік саты болып саналады дейді осы кезеңді. Бұл 20-25 жас аралығын қамтиды. Жетіншісі кәмелеттік шақ. Бұл 26-64 жас аралығын. Одан кейінгі қарттық кезең, яғни адам өмірінің аяқтайтын кезеңі дейді. Бір сөзбен айтқанда 65-тен жоғары кезең деп Эриксон өзінің тұжырымдары бойынша осындай кезеңдерге бөліп қарастырған. Бұл әрине әртүрлі ғалымдардың пікірі мен тұжырымдары бойынша кейін өзгерістерге еніп отырды. Дегенмен біз әзірге тек Эриксонның осындай кезеңдерін қарастырып отырмыз. Сіздерге дәріс барысында ғалымдардың бұдан да тереңірек жан-жақты адамның жас даму кезеңдерін, адамның даму тұлғалық ерекшеліктерін сипаттама берген бағыттарын тереңнен қарастырамыз. Осы жоғарыда айтылған мәселелерге байланысты, дәрістер мағлұматтарға байланысты біз сіздерге бекіту сұрақтарын ұсынып отырмыз. Яғни осы сұрақтарды қарап, дәріс барысында мазмұнынан тауып, бұны почтаға жіберуге болады, немесе біз дәріс барысында онлайн жүйеде жүздесу барысында біз бұл осы сұрақтарды да кеңінен талқылаймыз. Сіздердің назарларыңызға әдебиет ұсынылып отыр. Бұл әдебиет төңірегінде осы айтылған ақпараттарды тағы да толығырақ меңгеру үшін және сұрақтарды тереңірек талқылау үшін практикалық сабақта, өзіндік жұмыстарда, сол кезеңдерде сіздерге осы әдебиеттердің көмегі зор болады деп ойлаймын. Себебі бұл әдебиеттер сіздер біздің университетіміздің кітапхана қорынан таба аласыздар және электрондық базаларда бар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.